Ол бұттардың түбі негізі Құдай емес олар. Бірақ ойдан шығарылғанда таспенен тау емес. Түбі кезінде сол кісілер әулие, сондай бір атақты халқына, еліне қандай да бір пайдасы тиген азаматтар болған деседі. Солар еліне енді пайдасы тиіп, халқына қызмет қылған сайын, сол халық бұны дәріптейді, қадірлейді, өліп кетеді ол кісілер. Сол өліп кеткеннен кейін шайтан келіп, сол халыққа мына адамдарыңды ұмытып кетпеңдер, сендерді ел қылған, сендерді жер қылған осындай бір тамаша бір адамдар болған, осы кісілерге ескерткіш тұрғызайық деген себеппенен жұрттың бәрі жиналатын үлкен алаңға немесе үйлерге солар туралы ескерткіш тұрғыза бастайды. Ақыры ескерткіш тұрғызылады. Енді ескерткіш екен, соларды еске түсіріп тұратын күн қылайық деп, соларды еске түсіріп тұратын күн пайда қылады. Пәленшенің күні, түгеншенің күні деп. Сосын ал бұл кісі енді әулие ғой, түбі даты Құдайға жеткен. Сондықтан сен бейшара кедейсің, сен күнәһарсың, сен Алла десең, Алла тағала сені қабыл қыла ма, қабыл қылмай ма Құдай біледі. Сондықтан сен осы әулиені ортаға қойып, сен мынадан сұра, бұл Алладан сұрап береді деп, жұрттың бәрін Аллаға емес, әулиеге табындыра бастайды. Осыдан жұрт әулиеге табынады. Сөйтіп жүріп ақыры Құдай Алла біреу ғой, бірақ мына кісілер соның жанында шапағатшылар, мына кісілердің Аллаға деген даты жеткен адамдар деп, бұлар да табынып, яғни Алланы қойып, әлгі бұттардан сұрайтын болады, мүсіндерден сұрайтын болады. Міне осылайша халықтың сенім нанымы дағдарысқа ұшырайды.